Балам, не істеп жатсың? Мынау ненің суреті? Тапты күшікті сояды. Ит жеті-қазынаның бірі. Біздің үйде тазылар бар ғой, білесің, иә? Жүр кетіп тазыларға тамақ берейік. Кетіп тастасаң. Әке, сен иттер жатырсың. Мен иттерге үйшік жасап жатырмын. Оларда тіршілік иесі қыста тоңбау керек. Кел бірге менімен қағыс кел. Әке, тазы де қандай дамуяй? Тазы деген қазақтың ұлттық бренді. Тазы жеті қазынаның біріне кіреді. Тазы туралы айтатын болсақ, тазы көне аңшиды. Ол иесіне адал, ақылды, жүйрік, жүректі болып келеді. Тазы де қасқыр аян ма? Иә балам, тазы деген жүйрік аңдардан елікті, қоян, қарсақ, түлкі және де қасқырды да алады. Жалпы тазы тек қана аңшиды емес, қазақтың бұл далада жүргендегі серігі. Менің осы тазы туралы айтатын болсам, бұл Құмарай деген бір жастағы тазым. Менің тазыларым облыстан, ауданнан орын алып жатыр. Кісігі менің байыды. Өзі сондай әдемі. Ойнайды өзі қуанып, қиялап бұлғандатып. Балам, келе отырамын. Қалғанда жау жағадан талайлар арын сатып. Қара балам, мен саған арнап жасаған тағы бір кірпік дайын болды. Кел екеуміз бірге санайық кірпіктерді. Енді балам айта қойшы, бұл тасбақалар қандай? Мына тасбақалар қандай? Ал мынау ше? Аяққа бәрі менікі. Лақтырма тағдырға жарқырап жүр. Әкесі тамақ дайын, жүре қойыңыздар. Қазір барамыз. Балам, мен әкеңнің қолына су құя ғой. Рахмет балам. Су құюдың да өзінің әдебі бар. Суда асықпай, шашпай құю керек, себебі бұл әдептіліктің, ұқыптылықтың белгісі. Ақтастархан, бұл берекенің белгісі. Ұлым, мұның барлығы әкем екеуміздің жаздай біздің еңбегіміздің нәтижесі. Еңбек етсем, еңбектің наны тәтті дейді. Ал балам, машет болдық, енді дастархан батасын берейін. Қолын жай. Асына, береке берсін басына, қырға ұлдай жорғалап, құдар келсін қасына. Қай дастархан болсын, әумин.